Көкжал мен күн нұры. Баяғыда емес-ау, ерте ел жайлаған кең даланың ортасында бір көкжал қасқыр өмір сүріпті. Ол жалғыз жүретін, ешкімге бағынбайтын, таулар мен жазықтарды еркін кезетін азат жануар екен. Аты көкжал. Оның жүні айға шағылысып, көзі от шашып тұрады. Ол ешқашан бір жерде тұрақтамай, еркіндікті бәрінен жоғары қояды екен. Бірақ бір күні далаға ерекше бір нәрсе енеді. Таң қылаң бере шығып, дүниені алтын түске бөлеген күн нұры көкжалдың назарын аударады. Ол бұрын соңды мұндай нәзік әрі жылы нұрды сезбеген еді. Қанша тырысса да күн нұрына жақындай алмайды. Себебі күн тек биікте, тек көкте жүреді. Бірақ көкжал тоқтамайды. Ол күнде таң ата жартасқа шығып, күн шыққан сәтті көреді. Ұлып өз үнін жеткізуге тырысады. Ал күн нұры болса, көкжалдың еркін рухына, жалғыздығына, сеніміне қызығып қарайды. Күн мен көкжал бір-бірін алыстан сүйе бастайды. Бірақ бірі аспанда, бірі жерде, олардың арасы тым алыс еді. Көкжал бір күні бұлай деп ойлайды. Уа, күн нұры, егер мен саған жете алмасам, онда сен менің жаныма кел. Бір сәтке болсын еркін далада бірге жүрелік. Күн нұры үнсіз қалады. Себебі ол жерге түссе, мәңгі аспаннан айырылады. Бірақ көкжалдың адалдығы күнде оянғанда алғаш күнге қарап ұлайтыны күннің жүрегіне жетеді. Ақыры бір күн нұры батпай далаға түсіп көкжалдың жүніне енеді. Сол сәтте барлық әлем жарқ етіп далада алтын сәуле тарайды. Бірақ бұл қосылу уақытша ғана еді. Күн нұры көкжалмен болған бір сәт үшін мәңгі аспаннан алыстап кетпек еді. Сол үшін көкжал былай дейді. Сен аспанда жарқыра, баршаға сәуле бол. Мен сенің жағырығыңмен өмір сүрем. Сен үшін ұлауымды тоқтатпаймын. Содан бері таң қылаң бере ұлығам қасқырдың үні күн нұрына деген сағыныштан туған екен. Ал күн нұры таң сайын көкжал тұрған жартасқа алдымен түседі. Бұл екеуінің үнсіз тілдесуі. Ертегінің астары терең, еркіндік, сағыныш, қимастық пен құрмет туралы.